Көптеген оқушылар химия есептерінен қорқады, немесе жалпы химия есептерін шығара алмайды. Мәселен түбі химияда емес, ал математикада жатыр. ұбт-дағы химия есептерін оңай шығару үшін сіздер математиканың келесі 5 тақырыбын жақсылап тұрып меңгеріп аларыңыз қажет. Бірінші, бұл әрине арифметика, бағанағы 2+2 көбейту 2 болсын, немесе теріс сандарды өзара қосу, теріс сандарды көбейту, бұлардың барлығын меңгермес бұрын, мысалы, ТТР тақырыбы, яғни тотығу тотықстану реакциялар тақырыбына көшпесеңіздер де болады. Келесі, пропорция, бұл енді классикалық тақырып, кез келген реакциясы бар есептер пропорция арқылы шығарылады. Барлық стихиометрия заңдылықтары пропорция негізінде, өйткені барлық химиялық реакциялар қандай да бір қатынаспен жүреді. Келесі тақырып, бұл әрине процент өте жиі кездесетін тақырыптардың бірі, яғни қоспа болсын, ерітінді, олеум, реакция шығымы барлығында бізде процент қолданылады. Сондықтан химияда процентпен сіз емес, ал сен дейтін деңгейде болуыңыз қажет. Келесі, төртіншісі теңдеулер. Жалпы математикада теңдеудің түрлері өте көп, бірақ химияға қатысты 4 теңдеу бар. Соның екеуі өте маңызды, екеуі енді сирек кездеседі. Өте маңызды біріншісі ол әрине ең қарапайым сызық теңдеулер. X барларды бір жаққа жинақтап алу, сандарды бір жаққа жинақтап алу, сосын X-дің мәнін табу. Екінші түрі күрделірек, яғни XY екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін шығару. Соңғы жылдарда ұбт-да осыған қатысты есептер жиі кездеседі, яғни қоспалар тақырыбы. Яғни екі реакция қатарымен жүрген кезде есептер бізде теңдеулер жүйесі арқылы шығарылады. Келесі сирек кездесетін тақырыптар бұл бізде көрсеткіштік теңдеу. Яғни бұл бізде кинетика Ван Гог ережесінде қолданылады. X жай ғана емес, ал қандай да бір санның дәрежесінде орналасқан кезде. Негізі математикада бұл күрделі тақырып болып саналады, бірақ та химия ұбт-да бізге сандар оңай әдемі беріледі, сондықтан ол есептер оңай шығарылады негізі. Және соңғы түрі бұл бізде квадраттық теңдеулер, дискриминант арқылы есептер шығару. Қай тақырыпта кездесетінін мен сабақтың барысында айта кетемін. Бұлда да кездеседі, өте сирек, дегенмен ұбт-да бар. Және соңғысы ең қорқынышты естілуі мүмкін, бұл бізде логарифмдер. Логарифмдер pH-қа қатысты есептер шығару барысында қолданылады, бірақ та соңғы жылдары pH-тың есептері өте қарапайым деңгейде беріледі. Алдыңғы жылдары өте күрделі болатын, қазіргі жылдардың pH есебінде логарифмға қатысты минималды білімдеріңіз болса жеткілікті. Осы 5 тақырыптың барлығы осы видео сабақта жабылатын болады, яғни химияның есептеріне көшпес бұрын осы математикадағы 5 тақырыпты реттеп алу керек. Осының бәріне өзім көмектесетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, каналыма жазылып отырыңыздар, лайк басудан ұялмаңыздар. Осымен сабағымызды бастаймыз. Ең қарапайым арифметикадан бастайық. Бағанағы 2+2 көбейту 2 сонымен нешеге тең болады? Егер де сіз үшін жауабы 8 болса, үлкен проблема бар. Яғни арифметикадан алдымен көбейту амалы, тек қана қосу азайту амалдары орнады. Яғни 2 көбейту 2 4, сосын ғана қосу 2. Яғни жауап бұл жерде 6 болады. Қай жерде бұл қажет болуы мүмкін? Бұл яғни қарапайым молекулалық массаны есептеу мысал ретінде. СО2 нөмірін есептейтін болсақ, яғни көміртектің атомдық массасы 12, оттектің атомдық массасы 16, бірақ та 2 оттек болғандықтан мен 2-ні 16-ға көбейтіп жатырмын. Бұл жерде кейбір оқушылардың қателігі, яғни 12 мен 2-ні қосып жіберіп, сосын 16-ға көбейтіп жатады. Көбісіне бұл оңай болуы мүмкін, дегенмен кішігірім бұл жерде пробел бар, осыны реттеп алайық. Нәтижесінде бұл жерде 12 қосу 32, жауабы 44. Яғни жақша болса, егер де мына жақша көбейтудің алдында жақша тұратын болса, әрине қосуды орындаймыз, ал егер жақша болмаса, әрине көбейту. Тағы да бір мысал ретінде глюкозаның молекулалық массасын есептеп көрейік. Глюкоза құрамында 6 көміртек 12-ден, 12 сутек бар, әр сутектің массасы 1-ге тең, және 6 оттек, әрбір оттектің массасы 16-ға тең. Яғни әрбір көбейтуді жеке-жеке орындап шығу қажет, тек қана сосын барлығын қосамыз. 6-да 12 72, 1-де 12 12, 6-да 16 96, барлығын қосатын болсақ, бізде 180 деген сан шығу қажет. Бірден айта кетем, мына сабақта мен тек қана математикаға тоқталып отырамын, яғни химиялық моменттерді мен түсіндіре қоймаймын, тек қана есептеу, яғни сандар жағына көңіл бөлініп отырады. Ары қарай жүрейік. Жаңағы ситуацияны енді сәл өзгертіп жүрейік. Енді жай ғана 2 қосу көбейту 2 емес, ал -2 қосу 2 көбейту 2 болсын. Бұл жерде не істейміз? Әрине, бұл жердегі алдымен
көбейту орындалады, яғни -2 орында қала берсін, ал 2-де 2 бізге 4-ті береді. Енді математика сәл күрделенді. -2 плюс 4 нешеге тең? Бұл жерде абай болыңыздар, егер де қосу барысында біреу теріс, біреу оң сан болатын болса, нәтижесінде бізде қайсысы үлкен, сондай таңбамен сан шығатын болады. Яғни қарайықшы міне. Мынау -2, мынау 4. 4-тің алдында плюс деген саны бар. Яғни бізде плюс сан шығу керек. -2 плюс 4, сонда жауап бізде неше? 2-ге тең болып тұр. Немесе сіздерге басқаша мысал, мына сандардың орындарын ауыстыруға болады. Бұл да кішігірім математика. -2 плюс 4 орындарын ауыстырсақ, бұл бізде как 4 минус 2 ретінде. Одан бізде ештеңе өзгеріп тұрған жоқ. Так, келесі ситуация 2 азайту 4 болсын, яғни 2 азайту 4 бізде мына 4-тің алдында минус деген сан тұр. Яғни үлкен санның алдында минус тұр, нәтижесінде бізде минус сан шығады деген сөз. Яғни 2-ден 4-ті азайтсақ, бізде -2 шығады. Немесе алдыңғы мысалмен қарастыратын болсақ, 2 азайту 4 дегеніміз басқаша -4 қосу 2 деген секілді. Қайтадан -4 қосу 2. 4 бізде үлкен сан, сондықтан 4-тен 2-ні азайттық. И 4-тің алдында тұрған таңбаны таңдап тұрмын. Қарайықшы, мына жерде 4-тің алдында минус тұр, сондықтан -2, мынаның алдында плюс тұр, сондықтан +2, бірақ та математикада плюс деп жазбайды, просто 2 деп жаза береді. Және соңғы ситуацияны қарастырайық. Теріс саннан теріс санды азайту, бұл жерде 2 санды өзара қоса салу қажет. -2 мен -4 екеуі бізге -6-ны береді. Абай болайық. Келесі көбейтулерді реттеп алайық. Химияның қай жерінде бұл қолданылады екен, қазір алда көрсетемін. Келесі көбейтулерді реттеп алайық. Теріс сан мен оң санды көбейту. Яғни 2 көбейту 8, бұл әрине 2 көбейту 4 бұл бізде 8. Бірақ та көбейткіштердің біреуі теріс болатын болса, бізде міндетті түрде минус таңба сақталады. Және соңғы ситуация, егер де 2 көбейткіште теріс сан болатын болса, математикадан теріс пен теріс бізге плюсті береді. Соның нәтижесінде бізде +8 немесе жай ғана 8 болады. Енді бұл арифметиканы химияның қай жерінде қолданамыз, осыған қатысты бірнеше мысалдар көрсете кетейін. Біріншісі ТТР тақырыбы. Мысалы мына калий марганецті 4, калий перманганаты берілген, и осы жердегі марганецтің тотығу дәрежесін тап деген ұбт сұрақтары бар. Тотығу дәрежесі тұрақты элементтер жазып қояйық. Калий бізде әрдайым +1, оттек бізде әрдайым -2. Енді осының негізінде біз теңдеу құрастырамыз. Яғни кез келген бейтарап молекулалардың құрамындағы зарядтардың қосындысы тең 0-ге болу керек. Яғни калий марганец бұл бізде бейтарап молекула. Ион емес, катион емес, ешқандай жалпы заряды жоқ. Жалпы заряды 0-ге тең, сондықтан бұл жерде зарядтардың қосындысы 0-ге тең болу керек. Нәтижесінде келесі теңдеу пайда болады. Калий +1, бір ғана калий, яғни ол +1. Марганецтің зарядын біз білмейміз, X, марганец бізде біреу ғана, яғни ол бізде X. Келесі теріс сан мен оң санды көбейту амалы. Оттектің заряды бізде -2-ге тең, оттек бізде 4 штук, 4 штук -2-ден ол бізге -8 береді. Яғни екеуінің көбейтіндісі -8, сондықтан міне -8. Зарядтардың барлығы қосындысы тең 0-ге, нәтижесінде мына кішігірім теңдеуді шығару қажет. Так, мына жерде бағанағы амалдарды есімізге түсірсек болады. +1 мен -8. Так, +1 мен -8. 8-ден 1-ді азайтсақ әрине 7. Бірақ та мына 8-дің алдында бізде минус деген таңба тұрған еді. Сондықтан -7, ал теңдеудің екінші жағына ауысқан кезде бізде +7-ге ауысу керек. Немесе былай істеп алсақ болады. Мына -8 бен +1-ді теңдеудің екінші жағына шығарып алайық, ыңғайлы болу үшін. -8 оң жаққа бізге +8 болып барады, ал +1 оң жаққа бізге -1 болып қалады. Сондықтан 8 азайту 1, бұл дегеніміз енді +7. Математикада жай ғана 7 жазамыз, негізі технически бұл +7, бірақ та таңбасы түсіріліп жазады. Ал ТТР тақырыбында біз оң сандарды плюспен міндетті түрде жазамыз, топ зарядын көрсету үшін. Тағы да бір мысал, H2O3, яғни фосфордың қышқылы берілген, осыған қатысты фосфордың тотығу дәрежесін анықтау керек бізге. Теңдеуімізді құрып алайық, яғни бізде +1-ден сутек бар, +1-ді 3-ке көбейтсек ол бізде +3 болып қала береді. Фосфордың зарядын біз білмейміз, фосфордың саны бізде біреу, енді x көбейту 1, ол x-қа тең, сондықтан +x. Оттектің саны заряды -2-ге тең, ал саны 3-ге тең. -2-ні 3-ке көбейтсек бізге -6-ны береді. Енді тура алдындағыдай. Бүкіл сандарды оң жаққа шығара салуға болады, немесе математически сразу есептей салуға болады. 3-тен 6-ны азайтсақ, бізде -3 деген сан шығар, ал ар жағына шығаратын болсақ, ол бізде +3-ке айналып кетеді.
жақсылап тұрып қарап алыңыздар, бұл әрине оңай болуы мүмкін, дегенмен қазір сабақтың барысында өздеріңіз жаңағыдай көргендей тақырыптар күрделене береді. Арифметика ядролық реакцияларда, яғни бұл бізде ұбт-ның негізгі тақырыптарының бірі, бұл электронға қатысты. Электрон тотығу заряды -1-ге тең, осыған қатысты кейбір кезде осындай тапсырмалар беріледі. Яғни берілген ядролық реакция бойынша мына X элементін анықта дейді. Бұл жерде енді кішігірім химиясын айту қажет. Ядролық реакцияларда элементтердің, изотоптардың бүкілінің массаларының қосындысы және зарядтардың қосындысы теңбе-тең болу керек. Мысалы, мына жақта мына элементтің массасы 227, ал оң жақтағы элементтердің, яғни өнімдегі элементтердің массаларының қосындысы тоже 227 болу керек. Бұл бізде массаның сақталу заңы деп аталады. Электронның массасы 0-ге тең, яғни мына белгісіз X элементінің массасы, значит, тоже 227. 227 плюс 0, 227. Енді назар аударайық зарядтарға. Бұл бізде реттік нөмірлері, бұл бізде зарядтары, яғни зарядтың сақталу, немесе энергияның сақталу заңы. Мына жақтағы элементтің реттік нөмір бізге 89-ды беріп тұр. Мына жақта электрондікі -1, мына X элементінің реттік нөмір қандай болу керек, чтобы екеуінің қосындысы бізге 89-ды берді. Бұл да бізге теріс сан қолданылатын арифметика, әрине жауабы 90. Яғни 90 және -1 екеуінің қосындысы, бұл бізге 90 -1, нәтижесінде бізге 89 шығады. 90-шы элементтен таблицадан тексеруге болады, дегенімен бұл жердегі маңызды момент бұл электрон зарядында. Ол бізде теріс зарядталған ТТР-дағы жаңағы тотығу тотықсану процестерін жазған кезде де электрон теріс зарядталған ескеріп, бұл жерде арифметика жиі қолданылады. Тағы да бір мысал, бұл бізде термодинамика, гипс энергиясы. Бұл ұбт-дан алынып тасталған тақырып, дегенімен арифметика практика ретінде жақсы тақырып, өйткені бұл жерде теріс сандар өте көп қолданылады. Мысалы, мына реакцияның гипс энергиясын табу үшін бізге оның энтальпиясын, яғни дельта H-ты есептеуіміз қажет. Біз тек қана сол есептеумен тоқталайық. Қайталап кетейін, химияға көп қарастырмаймыз, тем более ұбт-дан алып тасталған тақырып. Кеттік ал. Кез келген реакцияның дельта H энтальпиясын есептеу үшін, яғни таблицада берілген әрбір қосылыстың энтальпиясын қолданамыз, өнімнен азайтамыз реагентті. Қайтан өнім азайту реагент. Бұл жердегі өнім бізде SO3, а реагенттер бізде мына екеуі. Кеттік ал. SO3-тің энтальпиясы мен таблицада берілген, яғни мен -395 деп жазылған, бірақ та есептеу барысында мен 2 еселеп жатырмын, өйткені SO3-тің алдында 2 деген коэффициент бар. Таблицадағы мәліметтер 1 мол, яғни 1 коэффициенті бар SO3-ке берілген, нәтижесінде біз оны 2 еселеуіміз қажет. Так, келесі азайтамыз реагенттерді. Алдымен SO2-ні алайық. SO2-нің килоджоулі -297, яғни міне 2 көбейту -297, өйткені мына SO2-нің алдында да 2 деген коэффициенті бар. Ал мына минус пайда болды, өйткені біз азайтып жатырмыз. Қайттан өнімнен азайтамыз реагенттерді. O2-ні қалдырып жатырмыз, өйткені O2-нің энтальпиясы жай зат ретінде бізге 0-ге тең, сондықтан 0-ді жазудың мағынасы жоқ, бізге осыны есептесе жеткілікті. Енді осы жерде арифметикамызды қосайық. 2 көбейту 395 дейді. Яғни бүтін теріс сан мен 10 санды өзара көбейту. Кәдімгі көбейту, бірақ қаған теріс сан сақталып қалады бізде, теріс танба. Сонда бізде -790 шығып тұр. Келесі, -2 көбейту -297. Бұл бізде теріс сан мен теріс санды көбейту, нәтижесінде бізде танба плюс қайналып кету керек. Жай ғана 2 мен 297-ні көбейтеміз, нәтижесінде міне плюс 594 пайда болып тұр. Енді бағанағы сабақтың басында айтылып кеткен арифметикаға тоқталайық. Теріс сан мен 10 санды өзара қосу, бұның барысында назар аударамыз, теріс танба қай санның алдында тұр? Теріс танба 790-ның алдында тұр. Яғни үлкенірек санның жанында. 790 против 594. Бұл дегеніміз танба сақталады деген сөз, яғни минус сан шығады деген сөз. Немесе бағанағы мысалдарды бекіту үшін мына есебімізді былай да жазып қойса болады. 594 азайту 790. Мына екеуі математически екеуі бір зат негізі. Сондықтан бізде теріс сан шығады, керек болатын болса калькулятор қолданса болады. Мына жерде примерно азайтсам 790 азайту 594, нәтижесінде менде минус 196 килоджоуль шығып тұр. Жақсылап тұрып қарап алыңыздар, теріс сандарды өзара қосу азайту және теріс сандары бар көбейту амалдарын дұрыс қолдана білу қажет. Келесі қарапайым тақырып, бұл әрине бізде пропорция. Пропорцияны химияда көрсетпес бұрын қарапайым математикасын реттеп алайық. Мысалы, мынандай пропорция берілген.
Абай болыңыздар, жалпы бұл сабақтың пайда болу себебі өйткені оқушылардан естіген жалпы мәліметтер бағанағы 2 қосу 2 көбейту 2-де шатасқанын мен талай көрген едім. Пропорцияда былай жазылып тұрған кезде мына минус нені білдіріп тұрады деген сұрақтар талай көрген едім. Сондықтан вроде элементарный зат болса да бұны қарастырып жатырмын. Дегенмен видеоны көріп жатқан оқушылар көбісіне бұл пайдалы болуы да мүмкін. Сондықтан міндетті түрде комментарий жазып отырыңыздар. Егер де қандай да бір сұрақтар туындап жатса, міндетті түрде видеоның уақытын көрсетіп, жаңа сұрағын жазып қойсаңыздар болады. Өзім міндетті түрде оған жауап беретін боламын. Ал пропорция мынау деген минус мағынаны білдірмейді, бұл сәйкесінше деген сөз. Яғни 2-ге 10 сәйкес болатын болса, қандай санға 8 сәйкес болады. Бұл бізде пропорция, яғни крест әдісі немесе бабочка әдісі деп айтады, кімге қалай ыңғайлы, өте оңай шығарылады. Яғни кез келген пропорция мынандай екі сызық жүргізіледі. Былай сызық және былай сызық. Енді қай диагоналінің бойында x орналаспаған? Әрине мына диагоналінің бойында. 2 мен 8-ін. Ол екі сан өзара көбейтіледі, ал шыққан санды біз бөлеміз x-ін бойындағы сандарға. Міне x-ін бойында x пен бірге 10 тұр, иә? Немесе x-қа қарама қарсы сан тұр деген сөз. Сондықтан бұл жердегі x-ті мәнін табу үшін мен 2 мен 8-ді көбейтемін, шыққан санды бөлемін 10-ға. Ой, асық кеттім. 1,6. 1,6 деген сан шықты. Тағы да бір мысал көрсете кетейін. Мынаны жақсылап бекітіп алу үшін 3-ке 15 сәйкес келсе, 12-ке қандай сан сәйкес келеді дейді. Мына x табу қажет. Қайттан крест әдісі бойынша, яғни мына өзара бір-біріне сыза саламыз да, қай сызықтың бойында сандар тұр, солар өзара көбейтіледі. Мына екеуімен өзара көбейтіледі, ал x-тің бойында орналасқан санға бізге бөлу қажет. Міне. Сонда бізде 12 көбейту 15, шыққан санды бөлеміз 3-ке. 60. X-тің мәні 60 болып тұр. Енді мысалдармен бекіте кетейік. Химияның мысалдарын әрине қолданып отырайық. Бұл бізде стихиометрия, қарапайым реакциясы бар есептерді шығару. Мысалы, олиумда қолданылатын реакция. Яғни 3,2 грамм массасы бар SO3 пен судың қандай массасы реакцияға түседі? Яғни бір масса берілген, екінші массаны табу қажет, ал астына стандартты молекулалық массалар жазып қоятынбыз. Мына 80 және 18. Яғни реакция бойынша 80 SO3-ке 18 су қажет, ал 3,2 SO3-ке қанша су қажет? Осы x-ті табу үшін жаңағы амалды қайтадан қолданамыз. Яғни крест жүргіземіз. Мына екі сан өзара көбейтілу қажет, ал x-қа қарама қарсы тұрған сан, мына сан, осы шыққан көбейтіндіден шыққан санды осыған бөлуіміз қажет. Көрейік, 3,2 көбейту 18, шыққан санды бөл 80-ге. Сонда 0,72 деген мәлімет шығып тұр. Пропорциялар өте оңай секілді. Мен сіздерге ең қарапайым пропорцияны көрсетіп тұрмын. Тақырыпты жақсылап тұрып бекітіп алу үшін сіздерге күрделірек пропорция көрсетіп көрейін. Мысалы, мынандай болсын. Бұлда да қандай да бір химиялық реакция негізінде болсын. Яғни массасы 5,4 грамм алюминийді еріту үшін қажет ашқылордың көлемін тап дейді. Егер де оның тығыздығы 1,1 болса, ал массалық үлесі 20% болса. Химиясына қайта көп тоқталмай қойын, маған математикасы қызық әзірше. Пропорциямыз құрастырып жатырмыз. Мынау бізде грамм берілген. Мына жердегі мына v-ны табу қажет. Яғни есепті шығару үшін астылармен толықтырамын. Яғни коэффициент және молекулалық массалар барлығын жаздым. Пропорция құрастырылды. Біздің курста есептердің барлығын осындай мен пропорцияның негізінде шығарам. Өйткені бүкіл сандарды жазып қойсын, нәтижесінде шыққан мәліметті қазір калькулятормен есептеп алып, сразу жауабын таба саламыз. Бірден айта кетейін, алдын ала мүлдем есептеуші болмаңыздар. Мысалы, кейбір оқушылар 6 мен 36-ны көбейтіп алады, дәптерін бір жеріне жазып қояды, бір жеріне қате жазып қояды, сосын нәтижесінде есептің жауабы да қате болып жатыр. Мен кеңесім бүкіл сандарды орналастырып алу, сосын калькуляторды ашып, барлығын есептеп алу. Так, алдыңғы мысалдардан қарағанда ситуация қиындады, өйткені бізде бағана x жалғыз тұратын, енді бізде x маңайында қандай да бір сандар пайда болды. Бұл мысалды қалай шығару керек? Ол үшін сіздерге басқа бір математикалық мысал көрсете кетейін. Так, бұл жерде де бағанағы крест әдісі, мына екеуін былай өткізе қойын. Яғни тура алдындағыдай x-ін бойында қайсы орналаспаған, яғни сандар x-ін сызығында диагоналінде орналаспағандар, олар өзара көбейтіліп шығу қажет. Яғни мыналардың барлығы өзара көбейтіліп шығу керек, төртеуі. Ал x-тің бойында орналасқан сандар, яғни көбейтеміз, x-тің орнында орналасқан сандар, яғни міне 3 тұр, 0,3 тұр, 2 тұр, 21 тұр, x-тің диагоналінде орналасқан. Олардың барлығына бөліп шығу қажет.
қазір жақсылап тұрып қарап алыңыздар. Егер де бір жер түсініксіз болып жатса, видеоны артқа айналдырып, тағы да бірнеше рет қарап отырыңыздар. Өйткені мынаған қатысты мен 1-2 мысал ғана қолданып жатырмын. Кеттік ал. X-тің бойындағы емес сандарды өзара көбейтейік. Ол бізде 5 тұр. Көбейтеміз 80-ге. Қазір 5 көбейту 80, көбейту 6, көбейту 36 жарым. Міне, барлығын көбейтіп шықтық. Енді келесі қадам X-тің бойындағы сандарға жеке-жеке бөліп шығу. Міне. Реттілігі маңызды емес. Міне 2-ге бөл, 0,3-ке бөл, любой реттікпен бөле берсем болады, одан мән өзгермейді. Бөлемін 3-ке, бөлемін 0,3-ке, бөлемін 2-ке, бөлемін 21-ге. Жауап сонда бізде мынандай сан шығып тұр. Қазір бұны тағы да бір бекіте кетеміз, дегенмен ең маңызды момент осылай. Яғни мен мынаны өзара көбейтіп жатқан жоқпын, мынаны өзара көбейтіп, жеке бір жерге жазып, есебімді күрделендіріп жатқан жоқпын. Пропорциям дайын, калькулятормен бірден дайын есеп шығарып жатырмыз. Жаңағы есебімізге қайтып келетін болсақ, белгісіз v бізде міне орналасқан. Мына v-ны табу үшін мына сандар барлығы өзара көбейтілу керек. Неше мына жақта 3 сан тұр. Ал шыққан санды бөліп шығу қажет мына v-ның бойындағы барлық сандарға. Яғни еще 2,27, 1-1, 0,2-ге. Кеттік ал. 5-те 4 көбейт 6-ға көбейт 36 жарымға. Шыққан санды бөлеміз 2-ге, бөлеміз 27-ге, яғни міне 2-ге бөліп жатырмын, 27-ге бөліп жатырмын, қазір мынаған бөлемін, мынаған бөлемін. Так, 27-ге бөлдік, бөлеміз 1,1-ге, бөлеміз 0,2-ге. Сонда жауабы 99 жарым болып тұр. Яғни 5,4 грамм алюминийді еріту үшін маған 99 жарым миллилитр ашхлор ерітіндісі қажет. Енді математикасы осы, химиясына көп тоқталмай қояйық. Келесі. Кішігірім ауытқу тақырып, яғни жаңағы стихиометрия есептері, реакцияларға қатысты қарастырдық. Енді кішігірім андай формула қатысты. Бұл да негізі пропорция негізінде қарастырылатын тақырып, сондықтан сіздерге пайдалы болады деп үміттенемін. Так, мольдің формуласын қарастырайық. Өздерің білесіздер, мольді табу үшін массаны малярлық массаға бөлеміз. Егер де есепте масса беріліп тұрса, моль тап десе, қиын емес. Массаны мольға бөле саласың, қиындығы жоқ. Проблема туындайды кейбір оқушыларда, егерде моль беріліп массаны тап десе, яғни формуланы түрлендіру. Тағы да бір мысал келтіре кетейін, малярлық концентрация. Малярлық концентрация бұл дегеніміз моль бөлінген көлем. С-ны табу енді оп-оңай, дайын формула бойынша. Ал есепте в-ны тап деп тұрса, не істейміз? С мен n-ді көбейтеміз ба? С-ны n-ға бөлеміз ба? N-ді c-ға бөлеміз ба? Егер де осындай есептерде проблема болса, бұлда да пропорциямен оңай шешіледі. Көрейік ал. Бұл формуланы басқаша пропорция келтіріп алса болады. Негізі n дегеніміз бұл n бөлінген 1 деген сөз. Яғни кез келген санның астында 1 деген сан бар. Просто математически ол жазылмайды. Негізі технически n деген санды 1n деп жазуға болады. Яғни 1n бөлінген 1, бөлінген 1, 1, 1, 1, одан дым өзгермейді. Сондықтан математикада жинақ түрде n деп жазады. Бірақ мына ситуацияға ыңғайлы болу үшін, яғни пропорция келтіру үшін мен n-ді былай түрде жазып қоямын. Сонда мына массаны табу үшін, мысалы, мына массаны табу үшін біз не істейміз? Бағанағы пропорция бойынша n-ді көбейтеміз малярлық массаға. Қарама қарсы тұрған санға бөлеміз. Енді қарама қарсы тұрған сан ол 1, 1-ге бөлудің аса мағынасы жоқ. Тағы да бір мысалмен бекіте кетейін. Мысалы, малярлық концентрация формуласын мен білемін. Қандай да бір есепте малярлық концентрация берілген, моль берілген и көлемді тап дейді, мысал ретінде. Ол үшін не істейміз? Тура жаңағы әдіске қайтып келейік. Мына с-ны ыңғайлы болу үшін с бөлінген 1 ретінде жазып алса болады. Мына жағы орында қалып тұр. Енді осыдан в-ны бөліп алайық. Мына в-ны табу үшін біз не істейміз? 1-ді көбейтеміз n-ға. Енді 1-ге көбейту мағынасы жоқ. Шыққан санды бөлеміз c-ға. Яғни бұл дегеніміз не? n көбейту 1 бөлінген c. Яғни n-ді бөлесін c-ға. n бізде 2,5, c-мыз бізде 0,2, осыдан жауабы 12,5 литр деген шығып тұр. Пайдасы тиіп қалар деп үміттенемін. Бұл да пропорцияға тікелей қатысты. Егер де осындай формуланы түрлендіре алмасаңыздар, міндетті түрде осы әдістерді қолданып отырыңыздар. Химия тақырыптарын меңгеру барысында практика өте маңызды. Яғни әрбір сабақтың соңында видео сабақтан кейін тренажерлар орында өте маңызды. Өкінішке орай осы сабақтың тренажерлары тек қана курсымыздың оқушыларына қол жетімді, бірақ та сіздерге арнайы жасаған 6 сабақтан құралған химия 0-ден тегін курсы бар. Оны көру үшін біздің YouTube каналымызға кіріңіздер. Мына 6 сабақ ашық доступта орналасқан. Әрбір сабақтың практикалық тренажерларын біздің платформада орындай аласыздар.
Бұның барлығы осы видео сабақтарда берілген. Мысалы, 4-ші сабақ реакциялар теңестіру тақырыбын қарайтын болсақ, оны платформамызда бекітіп алуға болады. Бүкіл сілтемелер әрбір видеоның астында берілген, ішіне кіріп қарасаңыздар болады. Ал егер химия нөлден барлық сабақтарын көріп болған болсаңыздар, толықтай жылдық курсқа қатысам десеңіздер, оған қатысты толық мәліметті осы видеоның астында орналасқан WhatsApp номер бойынша ала аласыздар. Жылдық курсқа набор әлі жүріп жатыр. Әрі қарай тақырыбымызды күрделендірейік. Әрине, бұл бізде процент тақырыбы. Процент химияның көптеген тақырыптарында қолданылады. Мысалы, бұл бізде массалық үлес, яғни омеганы тап, қандай да бір қосылыс береді, құрамындағы қандай да бір элементтің массалық үлесін тап дейді мысал ретінде. Ерітінділер тақырыбы. Кез келген ерітінді ол бізде еріткіш пен еріген заттан құралған. Осы қатынасын анықтау үшін бізге проценттік үлес беріледі. Мысалы, 20% тұз қышқылының ерітіндісі деген секілді. Қоспалар бізде көбінесе екі компонентті болып келеді. Осы компоненттің үлесі бізде математикалық процент арқылы сипатталады. Мысалы, қандай да бір қоспа 60% мыстан, 40% мырыштан тұрады дейді. Және реакция шығымы, яғни практика мен теорияның қатынасы бізде реакция шығымы арқылы сипатталады. Бұл бізде химияда процент қолданылатын негізгі 4 тақырып. Егер де қандай да бір тақырыпты тастап кеткен болсам, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Кеттік ал. Процент тақырыбын жақсылап тұрып меңгеріп алу үшін, химияда дұрыстап қолдану үшін алдымен жалпы ең қарапайым математикалық тілде өзі процент неше 5-6 класста өтеді. Сол деңгейде қарапайым түрмен жақсылап тұрып бекітіп алайық. Сосын ары қарай күрделендіреміз. Мысалы, қандай да бір сыныпта 10 ұл бала және 15 қыз бала бар. Жалпы, яғни 25 оқушы, құрамындағы класстың неше процент қыз, неше процент ұл екенін анықта дейді. Ол үшін бізге маңызды әрдайым өзі кез келген проценттің тақырыбында понять 100% дегеніміз не? 100% дегеніміз ол жалпы деген сөз. Өзі жалпы класста 25 оқушы бар, сәйкесінше бұл бізде 100%. Оның үстінде бізде 10 оқушы бар, бұл бізде сәйкесінше неше процент? Бұл жерде алдыңғы пропорция тақырыбына оралып тұрмыз. Мына белгісіз жақты табу үшін бағанағындай мына екеуі өзара көбейтіледі, ал белгісізге қарама-қарсы санға біз бөлеміз. Осыдан біз готовы процент табамыз. Яғни 10 көбейту 100 бөлінген 25. Кезде 40 деген шығып тұр, жауабы 40%. Мынау бізде фундамент ретінде болсын, ең қарапайым негізімен есептер шығару барысында, жалпы курсындағы оқушыларды үйрету барысында былай процентке қатысты пропорцияны біз ешқашан ұрмаймыз. Процентте жалпы түсініп алу қайсысы үлкен, қайсысы аз. Яғни бағана теория, практика секілді. Бұл жерде міне азы 10, үлкені 25. Азын бөлеміз үлкенге, көбейтеміз 100-ге. Нәтижесінде бізде процент шығады. Абай болыңыздар, процент бізде 100-ден артық шықпау керек. Егер де үлкенін кішіге бөліп қойсаңыздар, бізде 100%-тен асып кетеді. Тағы бір мысалмен бекітіп алатын болсақ, білмеймін, химияға қатысы жоқ мысалы, Қазақстанда неше процент жүргізуші бар? Яғни неше процент адамның жүргізуші куәлігі бар? Мысал ретінде айтайық, мен білмеймін точно қанша екенін, мысал ретінде айтайық, 2 миллион адамның правасы бар екен. 2 миллион адамның жүргізуші куәлігі бар. Яғни потенциальный водитель. Жалпы Қазақстанда 20 миллион халық тұрады. Енді жүргізуші куәлігі бар неше процент адам бар екен? Яғни 2 миллион, 20 миллионның неше проценті? Бұнда әрине жаңағындай пропорция арқылы құрып алуға болады, бірақ та маған ыңғайлы сразу баста пропорцияны есептеп отыр. 2-ні бөлемін 20-ға, яғни 2 миллион, 20 миллион неше проценті? 2 бөлу 20 көбейтеміз 10-ға, 100-ге точнее, жауап бізде 10 шығып тұр. Яғни 10% жүргізушілер бар. Әрі қарай химияға көшейік. Бұл әдістерді мен қолданып отырамын, дегенмен химиялық мысалдармен бекітіп алайық. Мысалы, глюкоза молекуласы берілген, глюкоза молекула құрамындағы көміртектің массалық үлесін тап дейді. Яғни глюкозаның жалпы массасы бағана 180-ге тең, соның ішінде неше процент көміртек бар? Тура бағанағындай пропорция құрайық. Кстати, бұл жерде бәрібір 180 бұл 100%, немесе 100% бұл 180 деп жазса да бәрібір, одан дым өзгеріп жатқан жоқ. Жалпы глюкоза бізде 180, немесе 100% дедік, ал оның ішіндегі көміртектің үлесін бізге тап деп тұр сұрақ белгісі, ал көміртектің сәйкес массасы бұл 72 грамм. Өйткені 6 көміртек 12-ден бұл 72-ге тең. Енді осы жерден көміртектің үлесін табайық. Жаңағы пропорция арқылы есептесеңіздер де болады, немесе 72 бөлінген 180,
яғни 72 180-ні неше процент табу үшін 72-ні 180-ге бөліп просто 100-ге көбейте саламын. Қайтадан 40% шығып тұр, яғни глюкозаның құрамында 40% көміртек бар. Тағы да бір мысал, 300 грамм су мен 50 грамм тұзды араластырған, нәтижесінде пайда болған ерітіндінің массалық үлесін тап дейді. Яғни ерітіндіні процентпен сипатта дейді. Бұл жердегі өте маңызды момент ерітінді мен еріткішті шатастырып алмау. Қазір кішігірім химияға көшіп отырмыз. 300 грамм су дегеніміз ерітінді емес. 300 грамм судың ішіне 1 грамм тұз түскен кезде бізде ерітінді пайда болады. Яғни ерітінді бұл тұз және су. Сондықтан бұл есептің 100% бізге 300 емес, ал 350 кетеді. Яғни ерітінді екеуінің қосындысы, жалпы ыдыстағы судың массасы, ерітінді массасы 350 кетеді. Ал 350-дің ішінде бізде 50 грамм тұз бар, сәйкесінше бұл бізде неше процент? Қайтадан бағанағы әдіспен 50-ді бөлемін 350-ге, көбейтемін 100-ге. 14% мысал ретінде. Немесе жаңағы көбейтіп алдымен 50 мен 100-ді, сосын 100-150-ге бөлсем болады. Бұл жерде былай да жауабы дұрыс, былай да жауабы дұрыс шығады. Әрі қарай жүреміз. Алдыңғы мысалдарда біз процентті табуға мысалдарды қарастырған болатынбыз. Химия болсын, жалпы өмірден болсын. Енді проценті бар ситуацияны қарастырайық. Яғни бізде химиялық есептерде процент көбінесе беріп тұрады. Бізге процентті тап деген сирек беріледі. Сондықтан процентпен қалай жұмыс істейміз? Бұл жерде химияны қайтадан шетке ала тұрайын, сіздерге қарапайым өмірдің мысалын көрсете кетейік. Мысалы, қандай да бір телефонға бізде мысал ретінде скидка жүріп жатыр. 20% минус 20% скидка жүріп жатыр. Енді бұның соңғы бағасын, яғни біз төлейтін бағасын есептеу үшін бізге қандай да бір математикалық тәсіл қолдану керек. Бұл жерде бізге ұсынатын 3 түрі бар. Жаңағы фундамент негізінде, келесі екінші әдісі тезірек есептеудің, және соңғы үшінші әдісі өзім қолданатын, яғни химияның есептерінде қолданатын әдісім. Кеттік ал. Мысал ретінде телефон бағасы жаңағы 350 мың болсын. Телефон бағасы 350 мың, сіздерге 20% скидка жасап жатыр. Сонда сіз қандай ақшаны төлейсіздер? Егер де қазір химияға көшпес бұрын өздеріңіз қазір есептеп көріңіздер. Егер де есептемес бұрын даже точно білмей қалай есептеу керек дейтін болсаңыздар, онда үлкен проблема бар. Өйткені химияның есептері бұдан да күрделі, қандай күрделі химиялық формуламен шатастырып жатады. Ал мынандай енді просто өмірдің есептерін есеп шығара алмасаңыздар, ары қарай қиындық туындайды. Кстати, бұл жерде математика маған өмірде не үшін керек деген сұрақта да жабылады. Қарапайым проценттермен енді есептеуді жүргізе алу қажет. Так, мына мысалымызға қайтып келейік. Яғни телефон өз бағасы 350 мың, ол 100% бағасы, маған 20% скидка жасап тұр. Ол үшін мен пропорция арқылы 20%-ін тауып алайын. Яғни 350 мыңды, так, 350 мыңды көбейтемін 20-ға, бөлемін 100-ге. Сонда менде 70 мың деген сан шығып тұр. Яғни 350 мыңнан азайтамын 70 мыңды, телефонды мен 280 мың аламын. Міне, есебіміз осымен шығарылды. Осы есепті екі қадамнан емес, ал бір қадамнан шығару үшін келесі тәсіл, яғни мен пропорцияны орындадым. Сосын мен 350-ден 70 мыңды азайтып жатырмын. Сол кезде ғана мен жаңағы 280 мыңды алып тұрмын. Екі қадамнан тұр. Екі қадамнан бір қадамға көшу үшін кішігірім айла қолданып көрейік. Мына 20% емес, ал сразу 80%-ін тауып көрейік. Яғни мен магазинге 80%-ін төлеймін қазір. 20% минус 80%-ін төлеймін. Неге? Пропорция арқылы бірден 80%-ін таппасқа. 80%-ін табасын болса, мен бірден телефонның соңғы бағасын табамын. Так, сонда мұнда 350 мың көбейту 80 бөлеміз 100-ге. Сонда бірден 280 мың шығып тұр. Өте тиімді. Қазір химиялық мысалдар қарастыратын боламыз, сол кезде осыны көретін боласыздар. Үшінші әдіс деп едім. Үшінші әдіспен тоқталып кетейін. Яғни ситуациямызды кішігірім өзгерте кетейік. Мысалы, керемет акция болып жатыр, жарайды 20% емес, ал 35% скидка жасап жатыр екен. Немесе 30% болсын. Телефон соңғы бағасы қалай болады? Мен магазинға кірген кезде жаңағындай басында пропорцияны құрып жатпаймын. Егер де 30% скидка болса, яғни мен 70% төлеймін деген сөз. 350 мыңның 70% мен қалай табамын? 350-ді просто көбейте саламын 0,7-ге. 70% ол 0,7. Қазір оны тоқталамыз. Сонда жауабы 245 болып кетті. Срочно алу керек. Енді бұл әдістің қазір мысалдарын келтіре кетейін. Келесі химиялық мысалдар барлығы осы үшінші әдіске негізделген болатын болады. Процентті аударып алыңыздар үлеске.
оны ойша жасауға болатын секілді. Мысалы 90% дегеніміз ол 0,9, 80% ол 0,8, 70% бағана 0,7. Жаңа байқасаңыздар, мен 350 мыңды 0,7-ге көбейте салдым и сәйкесінше 70%-ін таптым. Тағы да мысалдар көрейік. Мысалы міне 75 бұл 0,75, немесе 75,5 0,755 болып тұр, иә. Яғни қайттан екі санға үтірді жылжытып тастау керек. Міне мысалы 90 деп тұр ма? Үтір мына бір сан 0, екінші сан 9 и міне 0 мына жаққа қойып жібер. 0,90. Міне 75-тен азайтатын болсақ, міне 0,75 шығып кетті бізде. Мына жерде абай болыңыздар, үтірді біз екі санға жылжыттық, сонда үтір мына жаққа түсті де бізде 0,755 шығып тұр. Сонда мысалы қандай да бір сан 75,5%-ін табу керек болатын болса, мен просто 0,755-ке көбейте саламын. Басында сәл ыңғайсыз болуы мүмкін, дегенімен бұл әдістің плюстарын, химияның есептерін шығару барысында көресіздер. Егер де проценттің өзінің әдістерін болатын болса, өзі қалай бұрыннан бері шығарып келесіздер, окей, оны қолдана берсе де болады. Ал егер де реальный проблемалар туындап жатса, осы әдісті тезірек үйреніп алсаңыздар, процентпен проблема туындамау керек. Так, мысалы 10,25 дейді, қайттан 2 санға жылжытып жіберемін, бұл 0,1025 деген сөз. Так, бір саннан тұратын процент деген абай болыңыздар, 9% дегеніміз ол 0,9 емес, ал 0,09. 1% дегеніміз ол 0,01 деген сөз. Яғни бір саннан тұратын проценттермен абай болыңыздар. Бұның математикасына көп тоқталмай қойын, яғни қысқасы айтатын болсақ, 9 дегеніміз не? Ол негізі 9 дегеніміз ол мына жағында шексіз нөлдері бар. 0, 0, 0 кете береді, міне. 0 бұл 9. Бағана мен айтқан үтірді екі санға жылжытуымыз қажет. Яғни просто 9 болған кезде үтір былай орналасқан бізде. Екі санға жылжытқан кезде бізде міне 0,09 шығады. Ал 90-ды алатын болсақ, бағанағы бізде 90. Ол бізде 0,090. Міне 90. Үтір мына жерде орналасқан. Үтірді мына жаққа жылжытқан кезде бізде 0,90 деген пайда болады. 0,90 немесе 0,9 екеуі уже одно и то же. 0 мағынасы жоқ уже. Мысалдарға көшейік. Егер де түсініксіз болып жатса, қазір мысалдармен кәдімгі практикада жақсылап бекітіледі деп үміттенемін. 500 грамм 25% ерітінді берілген, яғни 500-дің 25%-ін табу керек. Бұл бізде еріген зат. Яғни не істейміз? 500-ді просто 0,25-ке көбейте саламыз. Керек болса бағанағы пропорцияларды қолданыңдар, дегенмен мына әдіске тезірек көшіп алған өте ыңғайлы. Мен просто басында 25-ті 0,25 қылдыра салам и бірден 125 екенін тауып тұрмын. Өте тиімді. Курсымда бүкіл тақырыптарды түсіндірген кезде мен процент емес, әрдайым үлесті қолданамын. 0,25 ол бізде үлес, ал 25% ол бізде процент. Тағы да мысал 240 грамм олеум берілген дейді. 8,8% ішіндегі SO3 массасын маған табу керек. SO3 массасын табу үшін мен 240-ты көбейтемін 0,088-ге. Абай болыңыздар, егер де 88% деп беріліп тұрса, онда жақсы, 0,88-ге көбейтеміз. Ал 8% болса, ол 0,08, 8,8% болса, сәйкесінше 0,088. 240 көбейтілген 0,088. Сонда менде 21,12 шығып тұр. Маңызды емес, қайта мына біз есеп шығарып жатқан жоқпыз. Әңгіме тек қана математика жайлы. Немесе 20 грамм қоспада 40% металл, мысалы цинк болсын, цинктің массасын тап дейді ішіндегі. Яғни 20 граммны мен 40%-ін табу керек. Ол үшін мен істеймін, 20-ны көбейтемін 0,4-ке. Немесе 0,40. Кстати, осы моментте қарап алыңыздар, 0,4 және 0,40 деген бәрібір. Міне көрейікші. 20-ны көбейтемін 0,4-ке, ол 8 грамм шығып тұр, иә? Калькулятормен көрсетіп тұрмын прям. Немесе алда, мысалы 20-ны көбейт 0,4-ке емес, ал 40-қа немесе 0-дермен қадап жүр, одан дым өзгеріп жатқан жоқ, бәрібір де жауабы 8 грамм. Тағы да бір мысал, қандай да бір есеп жүріп жатыр, 11,75 грамм екен алдық, енді есептің соңына дейін жетіп қалдық, шығын бар екен 85%, соны ескеріп біз есептің соңғы жауабын беруіміз қажет. Қайталап кетейін, бұл жерде химияның жай үзінділерін алып тұрмын, қалай процентті қолданамыз. 11,75-тің, яғни 85%-ін табуымыз қажет. 11,75 көбейтілген 85 ол 0,85 деген сөз. Кстати, ары қарай 0-дарды жаза берсең, одан дым өзгеріс жоқ. 0,85-ке көбейтсек,
жуық таба алған кезде 10 грамм деген масса шығып тұр. Процент өте маңызды. Бұны қайтадан бір қарап алыңыздар. Мен сіздерге қарапайым жаңағы пропорция түрі болсын, немесе ауызша пропорцияны есептеу түрі болсын, және ең соңғы мына прямой әдісін көрсетіп тұрмын. Проценті беріліп тұрса, осы процентті қалай табатынымызға. Әдіс өте тиімді деп ойлаймын. Егерде тағы қосарын болсаңыздар, міндетті түрде жазып отырыңыздар. Осымен химияға арналған математика сабағының бірінші бөлімі аяқталды. Бүгін біз арифметика, пропорция, проценттер тақырыбын бекіттік. Оның барлығын химияда қалай қолдану керектігін үйреттім. Жақсылап тұрып меңгеріп алыңыздар. Келесі екінші видео сабағымыз бізде теңдеулер мен логарифмдерге арналатын болады. Енді оның 95% теңдеулер жайлы болады. Міндетті түрде қарап алыңыздар. Келесі видео шығу үшін, яғни келесі видео қашан шығады дейтін болсаңыздар, кішігірім 2 условие орындалу қажет. Яғни каналымыздағы оқырмандар саны 5500-ге жеткен кезде, қазірге 5000-ға таман болып тұр. Немесе осы видео 300 лайк жинаған кезде. Сондықтан каналымызға жазылуды ұмытпаймыз. Жыл бойы әлі пайдалы видеолар, нұсқа талдау видеолар шығып тұрады. Міндетті түрде подпискаға басып қойыңыздар, немесе осы видеоға кемінде 1 лайк басып қойыңыздар. Келесі видео сабақта кездескенше, каналымыздағы тегін 6 сабақтан тұратын химия 0-ден курсын қарауды ұмытпаймыз, және біздің келесі потокқа жазылып отырыңыздар. Көріскенше.